Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге су бөрек дейтін тағам пісіретін боламыз. Ал ендеше 6 жұмыртқамыз бар, жуылған бір жұмыртқамыздан бастаймыз. Бұл тағам маған өткенде өте бір ұнап қалған, бір жерден жеп көрдім. Сондықтан да соны жасап, соны сіздермен бірге бөлісіп, бірге көрейік деп жатқан жайым бар. Қалай болып шығатыны өте дәмді екен. 6 жұмыртқамыз, мінекей. Көп нәрсені қажет етпейді. Керемет қиындап деп айта алмаймын. Етке нандасамыз ғой үйде. Сол сияқты. Енді жақсылап жұмыртқамызды араластырып аламыз. Ол енді жұмыртқасы көп демеңіздер, сосында дәмді болады шығар деп өзім ойлап жатырмын. Жұмыртқасы көп болғандықтан. Өте керемет екен, маған қатты ұнады. Сол ойладым, осыны бір жасап көрейінші деп. Сол міне сәті түсіп жатыр. Бүгін сіздермен бөлісейін деп, қалай болып шығады екен менікі. Енді осыған шай қасықты толтырмай, жарты ғана шай қасық тұз саламыз. Тағы да бір араластырып жіберейін. Енді 50 миллиграмм жай бөлме температурасындағы су. Оны да қосып араластырамыз. Енді осы қанша ұн сорады, сонша ұн саламыз. Мен өз көз жасайын, білесіздер. 6 жұмыртқа, 50 грамм су, тұз болды осығана. Енді осыған ұнымызды елеп қосамыз. Енді қазір бізде көбісі қолдан нан жаймайды ғой. Көбісі сатып алып жатады, етке болса да. Негізі қолдан нан өте тәтті болады. Сондықтан да уақыттарыңыз болып жатса, қолдарыңыз тиіп жатса, енді көп жұмыстағылар мүмкін солай дүкенден сатып алады. Мен енді үйде отырған ана болғандықтан қамырды қолдан жайғанды өте жақсы көремін. Мен енді тұзды жаңа қасықтың ұшымен салып жатырмын. Мүмкін сіздер енді көбірек салыңыздар, может аз шығар. Жаңа тағы кішкентай салып жүрдім мен, аз болып қалар мүмкін деп. Мен де бірінші рет жасап тұрмын. Ал енді бисмилла деп қамырымызды араластырайық. Мен түсінгенім бойынша, кәдімгі ет наннан жасаған қамыр сияқты. Біз енді бірақ оған осынша жұмыртқа қоспаймыз, енді біреу болса, екеу. Баяғы аналарымыз құр сорпаның бетіне дейілеген. Қамыр мынандай болады. Осыны енді жаңағы ыдысымызға кішкентай астына ұн сүйеңіздер де бір 10 минутқа қойыңыздар. Қамырымыз дайын екен. Енді осыны бірнеше бөлікке, бірінші 2 бөлікке бөліп алыңыздар, осылай. Сосын теңдетіп бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Бұл кішкене жабыспақ болады, ештеме де болмайды, себебі бұның құрамында жұмыртқа бар. Сондықтан да жаңағылардың үлкендеу сияқты болғасын, мен әлі де кішірейттім. Осындай 10 бөлік шықты. Осыны енді дөңгелек қып жасап, барлығын осылай дөңгелетіп шығамыз былай қылып. Қамырымызды жаюды бастады. Жұмшыққа қылып, еттің нанны жайғандай жаямыз. Осындай қамыр жайдық, мынандай қалыңдықта қол көрінеді арттан. Керемет өте міне қағаздай. Осылай қылып, жаңа 10 нанымыздың барлығын жайып аламыз бірінші. Суымыз қайнады. Енді бір ас қасық сұйық май құямыз да. Бір ас қасық тұз саламыз. Толтырмай салыңыздар. Осы жетіп қалады. Жақсылап араластырып, қамырымыздың бәрін жайып дайындап қойдық. Енді бір-бірлеп осы салып қазір пісіріп алатын боламыз. 1 минуттан ғана, өйткені қамыр өте жұқа, жұмыртқадан болғандықтан тез піседі. Үйдің ірімшігі қолдың мен морозильникке сақтап, жаңа суын сарқып сөйтіп алдым. Үйдің ірімшігімен дүкеннің сырын бірге араластырып жасайтын боламыз. Енді сырымыз қандай болса да бәрібір, үйде қандай сыр бар, сонымен жасай беруге болады. Оны үкіштен өткізіп аламыз міндетті түрде. Осындай қылып. Жаңа жайған нандарымыз 10 нан жайдық осылай.
жабыспайды. Біріншісін суға апарып саламын. Суымыз қайнап жатыр. Бисмилла деп алғашқы нанымызды саламыз. Мына жерге мұздай суымызды дайындап қойдық. Қазір осы судан алғаннан кейін ыстық судан мұздай суға салып аламыз. Міндетті түрде. Бір минуттай ғана қайнатасыздар. Бір минут болды. Енді судан алып мұздай суға саламыз. Мұздай суға салып. Енді мынау духовкамызға саламыз ғой. Мына формамызды осылай астына сливочный майды кішкене ерітіп, осылай астына жақсылап жағып шығамыз. Енді жаңағы қамырымызды жағып шықты. Енді жаңағы қамырымызды судың ішінен суын сарқып аламыз. Енді осы ішіне саламыз жақсылап. Барлығын осылай жасап шығамыз. Бұның бетіне қазір біз жаңа сұйық майды, жаңа ерткен майымызды тағы жағамыз. Жақсылап осылай салыңыздар да. Осы үстіне енді тағы да сливочный маймен жұқалап жағып шығамыз. Оннан онды осылай қайнатып шығамыз ғой. Ерінетін жоқ, бірақ өте керемет дәмді болады. Айтып отырмын ғой, мен жеп, маған ұнап қалған деп. Сырымыз теркіден өткіздік, енді жаңағы ірімшігімізге араластырамыз. Сырды көптеп қосасыз. Сырды көптеп ойламаңыздар, өйткені бізде оң қамыр ғой жайылған. Көп болмайды, енді осыны жақсылап араластырып, жаңа қамырымыздың үстіне саламыз. Сырымыз бен ірімшігімізді өте қалың қылмаңыздар, өйткені біраз слой бар бізде. Бар болса көбірек салуға болады, конечно, енді сыр күнде қайдан бола береді. Сондықтан да егер аз саламыз десеңдер, дым болмайды. Енді осыны екінші нанымыз да дайын тұр. Екінші слой нанын жаптық. Енді осыны тағы да жаңағыдай сливочный маймен бетіне тағы жағып шығамыз. Осылай етіп бүкіл жаңағы жайылған нанымыздың онын да осылай жасап шығамыз. Майын өте көп етпей қойыңыздар. Енді жаңағы сырымызды тағы да бетіне себелеп шығамыз. Соңғы нанымызды осылай жайып салып алдық. Бетіне бұның ірімшік салмаймыз. Енді бұның бетін жай ғана маймен ғана жағып шығамыз да духовкамызға саламыз. Енді қиын екен, нан су керек екен деп ерінбеңіздер. Бұны да бір көріңіздер, пісіріп. Дәмі өте керемет, маған ұнады. Енді оңай болса да онша болмайды шығар, тамақ қиындығымен келеді ғой. Көп жасалатын тамақ мен үйде де өзім ойлаймын, солай бір тамақ қиналып жасасам, сол өте дәмді болып шығады. Сондықтан да нан жаю болмаса қалған ешқандай қиындығы жоқ. 180 градусқа өз духовкамен мен 40 минутқа қойып жатырмын. Сіздер өздеріңіз бақылаңыздар. Егер де сіздердің духовкаларыңыз тез ысытатын болса, азыраққа қоясыздар мүмкін, бірақ қарап отырыңыздар, ал неке кетті. Тамағымыз дайын болды. 190 градуста 40-45 минуттай пісті. Өте керемет. Вау.
Ал құрметті көрермендер, бүгін осы су бүректің дәмін өзім татайын деп тұрмын. Маған өте қатты ұнады. Мына қараңыздар қандай екен, міне былқылдап тұр, міне. Жегенше асығып тұр, міне. Дәмі дегендеріңіз, бір-бірін жеп алдым, жаңа жердің дәмін көріп. Бисмиллахиррахманиррахим. Дым қиыны жоқ, ерінбеңіздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Өте керемет. Тағы да жеш. Дегустация жасамаған бұйрық қойған екен бүгін. Жеп-жеп алайын дедіңіз. Жеп-жеп мұрның барда бір сыңбыр дейді. Бисмилля. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сосын барып айтып кетесіздер қалай болғанын. Ал құрметті көрермендер, бүгін міне сіздермен бірге пісірген түріктің тағамы су бүрек деп аталады екен. Өте керемет шықты. Енді міндетті түрде балаларыңызға, отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Өте керемет болады. Маған лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер қалай жасадыңыздар соны. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.